ақшаға алынған дүние болған соң, қандай дүние болса да ұзақ уақыт қызмет еткенін жанымыз қалап тұратыны өтірік емес. Сол секілді біз біле бермейтін бірнеше заттардың тізбегіне кеңінен көңіл аударуды жөн санадым. Біздің ойымызша, тоңазытқышқа түскен дүниенің барлығы біраз уақыт қызмет атқаратындай үлкен сеніммен өмір сүреміз. Бөлме температурасы сақталса болды, жеміс-жидектердің асханада бірнеше күндеп, тіпті апталап тұра беретіндігі барлығымыздың өмірімізде кезігетіні белгілі. Тіпті тоңазытқышта да сақтауға болмайтын көкөністер тізімін бүгінгі күннің мәселесі етіп алуды жөн санап отырмын. Ең бірінші ол картоп. Кез келген тағамның әрлеушісі де, дәмдеушісі де, тіпті нәрлеушісі де осы көкөніс. Бірақ крахмал деңгейін басқа көкөністерге қарағанда молынан бойына сіңірген бұл көкөністі ұзақ мерзімде сақтауға болмайды. Төменгі бөлме температурасында сақталатын көкөніс қолданыс барысында ерекше дәм берумен қатар сыйымдылық деңгейін жоғалтып алуы әбден мүмкін. Сол себептен сақ болғандарыңыз жөн болар. Екіншісі ол қызанақ. Өзгенің көзін қызықтырып, шөліңді қандырарлық ерекше дәмге ие көкөністің тез бұзылатын тағамдар тізімінде екенін біліп жүргейсіз. Толыққанды пісіп жетпеген күйінде үзіліп, бізге жету жолында қызара түсетін қызанақтың төменгі температура барысында өсіп жетілмейтіндігін ескергеніңіз жөн. Тоңазытқышта ұзақ тұрып қалған қызанақтар тым жұмсақ қалыпқа еніп, қолданыс барысында түр келбетін сақтай алмай, ығырыңды шығаратыны да анық. Барынша табиғи өнімді әрі мерзімінде жетілген көкөністі алуға тырысыңыз. Үшіншісі ол бал. Пайдалы тағамдардың бірегейі. Бірақ бұзылып кетеді деген қате пікірді ұстанып, тоңазытқышқа тыққылап жататын кездеріміз кезігеді. Балдың құрамындағы пайдалы қант мөлшерін тоңазытқыш температурасы жойып жіберетіндігі есіңізде болғаны дұрыс болар. Төртіншісі пияз. Астың әрін беретін көкөніс. Тоңазытқышта сақтаудың мүлде қажеті жоқ. Қызанақ секілді өз қаттылығын жоғалтып, жұмсақ күйге еніп, турау барысында ығырыңды шығарады. Картоптың жанында қоюдың да қажеті жоқ. Картоптың тез бұзылуына әкеліп соғады. Бесіншісі нан. Нан ас адамның арқауы демекші, бір күн немесе 1,5 күн мөлшерінде ғана тоңазытқышқа қою мүмкіндігіңіз бар. Тоңазытқышта орналасқан өзге тағамдардың бар иісін бойына сіңіріп, жұмсақтық қалпын жоғалтады. Алтыншысы ол соус және кетчуп. Дәмдеуіштерді тоңазытқышта сақтауға болмайды. Әсіресе шыны ыдыста орналасса, мүлде тоңазытқышқа салудың қажеті жоқ. Ең абзалы сөрелерде сақтаңыз. Жетінші ол сарымсақ. Көптеген үйлерде тор қалталарда салынған күйінде көп кезіктіреміз. Бұл өте дұрыс нұсқа. Себебі сарымсақ тоңазытқышта өз сөлін жоғалтып, тез кеуіп кетеді. Сегізінші ол кофе. Таңғы ұйқыдан оянудың ең дұрыс шешімі десек, артық айтпағандығымыз болар. Көптеген кофе қалталарында тоңазытқышта сақталсын деп жазылған. Тоңазытқышта кофе өз дәмін жоғалтып, ащы қалыпқа енеді. Тоғызыншысы асқабақ және қарбыз қауын. Тоңазытқышты қажет етпейтін тағамдар тізімінде. Оларға мүлде бөлме температурасы да жеткілікті. Себебі тоңазытқышта өз дәмін жоғалтып, үсікке шалдығып, құрамындағы дәрумендер құнарлығын жоғалтады. Оныншы ол банан. Тоңазытқышта сақтаудың түк те қажеті жоқ. Төмен температурада бананның сыртқы келбеті өз өңін жоғалтады, қарайып, құнарлығын жоғалтатын болады. Ас болсын, жоғарыда айтылған тағамдар тізбегін есіңізден шығармағаныңыз жөн болар.